Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Бүгінгі иман шуағының хабары адамзаттың ардақтысы деп алып отырмыз. Өйткені біз мәуліт айындамыз. Осыған орай студия қонағы бар. Таныс болыңыздар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы халал өнімдерін стандарттау бөлім меңгерушісі белгілі ұстаз Смайыл Сейітбеков келіп отыр. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Алейкум салам рахматулла. Рахмет. Енді біз Рабиул әуел айында отырмыз. Бұл ай бізге несімен ерекше дегенде, бұл айда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келген ай. Ол кісінің мына жарық дүниеге келген сәттегі бір ерекше оқиғалар, тосын жағдайлар орын алған. Ең бірінші осы айдың ерекшелігі, маңыздылығы турасында әңгімемізді бастық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер, қадірменді қауым. Біріншіден баршамызға осы мәуліт айы мүбарак болсын дейміз. Бұл Рабиул әуел айы жалпы исім мұсылман үшін пайғамбарымыздың туылған айы болып есептелгендіктен бұған мәуліт айы деп айтылады. Сондықтан да мәуліт айы мүбарак болсын. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауат пен сәлем болсын. Адамзаттың асылы болған, екі дүниенің сардары, екі дүниенің гүлзары болған, бүкіл пайғамбарлардың соңғысы болған ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам осы Рабиул әуел айында дүниеге келді. Сол себепті бұл айдың өзіндік бір ерекшелігі бар. Жалпы алған кезде исім мұсылман үшін 12 ай болған болса, сол 12 айдың ішіндегі кейбір айлар мен күндердің, түндердің өзіндік бір ерекшелігі бар. Сол ерекшеліктердің бірі осы ардақты пайғамбарымыздың туылған айы осы Рабиул әуел айы болып есептеледі. Бұл мұсылман күнтізбесі бойынша үшінші ай болып есептеледі. Біріншісі Мұхаррам, екіншісі Сафар, үшінші айымыз осы Рабиул әуел айы. Ардақты пайғамбарымыз осы айда қасиетті Мекке топырағында 571 жылы 11-ші Рабиул әуел айының 11-ші жұлдыздан 12-ші жұлдызына қараған таңы дүйсенбі күнге сәйкесетін күні ардақты пайғамбарымыз дүниеге келеді. Бұл бақытты отбасы Хазіреті Амина анамызбенен оның жұбайы Абдулланың шаңырағында пайғамбарымыз дүниеге келді. Әрине ақырғы пайғамбар дүниеге келген кезде расында да үлкен бір өзгешеліктер болғандығын біз жақсы білеміз. Жалпы сол кезде адамзат, соның ішінде христиандар мен яхудилер және өзге де дін өкілдері ақырғы пайғамбардың келетіндігінен хабардар болды. Және де соны күтті де. Соның бірі яхуди қауымын алатын болсақ, олар ақырғы пайғамбарды яхуди ұлтынан, яғни еврей ұлтынан дүниеге келеді. Біз сол кезде әлемге үстемдік етеміз. Біздің кеткен шығындарымыз, біздің кеткен есемізді сол ақырғы пайғамбар келу арқылы біз қарымтасын қайтарамыз. Және де арабқа да басқа да ұлттарға өзіміздің үстемдігімізді көрсетеміз деген үлкен бір үмітпен күткен еді. Алайда Алланың деген адамның емес, Алланың дегені болады демекші, ардақты пайғамбарымыз яхуди ұлтынан яки болмаса басқа дін өкілінен емес, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке қаласында сол араб ұлтынан дүниеге келді. 571 жылы Рабиул әуел айының 11-нен 12-сіне қараған түні дүйсенбінің таңында пайғамбарымыз келгендіктен бұл кезде расында да әлемде таңғажайып бір оқиғалар орын алды. Атап айтар болсақ, біріншіден аспанда ерекше бір шоқ жұлдыз пайда болды. Сол шоқ жұлдызды көрген христианның оқымыстылары, яхудидің оқымыстылары және де мәжусилердің оқымыстылары ерекше бір шоқ жұлдызды көріп, ақырғы пайғамбардың дүниеге келгендігін топшылады. Бірақ та қай жерде, қай әулетте, яки болмаса қай мекенде келгендігін дөп басып айта алмағанмен, сол жұлдыздың пайда болуымен пайғамбардың дүниеге келгендігін білді. Сонымен қатар пайғамбарымыз дүниеге келген кезде тағы да бір ерекше бір оқиға орын алады. Бұл мынау Шам өлкесіне тарапындағы Сәуа дейтін көл сол түні тартылып кетеді. Яғни үлкен бір көлдің аяқ астынан тартылып кетуі бұл таңғажайып бір оқиға болды. Міне осындай бір ерекшеліктердің болғандығын біз атап өтуімізге болады. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның дүниеге келуінің өзі бір ерекше оқиғаларменен адамзат тарихында орын алды. Енді ол кісі туралы шын мәнісінде айта берсек, көп болмыс бітімі туралы сұрағым келіп отыр. Ол кісінің қандай еді өзі? Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қандай еді деген кезде біз пайғамбарымыздың дүниеге келместен алдыңғы сол христиан мен яхуди оқымыстыларының айтқан сөздеріне қарап бейнелеуімізге де болады. Мысалы христиан оқымыстылары былай дейді, олардың қасиетті жазбаларында келгендей, ақырғы пайғамбар жетім болып өмір сүреді, жетім болып дүниеге келеді дейді. Және де ақырғы пайғамбардың сипаты
ол дейді екі иығының ортасында пайғамбарлық мөр болады деген. Ақырғы пайғамбардың ерекшелік сипаты ол құрмасы көп жерде өмір сүреді дейді. Ақырғы пайғамбардың сипаты дейді ол өз елінен қуылатын болады дейді. Ақырғы пайғамбардың сипаты ол ешкімнің садақасын жемейтін болады, алмайтын болады дейді. Ақырғы пайғамбардың бір ерекшелігі ол хадияны ғана алатын болады дейді. Міне осындай сипаттарды және де айтады, ақырғы пайғамбар бұл ешқандай да пұтқа, басқа затқа табынбайтын болады дейді. Осындай ерекшеліктерді айтқан және де яхуди болып кейінірек ислам дінін қабылдаған Абдулла ибн Салам есімді сахаба радиаллаху анху Мәдинада пайғамбарымыз 622 жылы көшіп келген кезде сол яхудидің ішіндегі оқымысты, абыройлы, беделді болған Абдулла ибн Салам пайғамбарды көрген сәтте мына жүз алдамшы жүз бола алмайды. Мен иман келтірдім деп пайғамбардың құзырында иман келтіреді. Яғни яхудидің оқымыстысы, діндары, ішіндегі белдісі болған кісі осылайша ислам дінін қабылдайды. Сонда содан сұраған, сол кейінірек сахабаларға айтады ғой, біз дейді ақырғы пайғамбарды дейді бес саусағымызды білгенде білетін сипаттарын дейді. Өз баламыздан біздер дейді күмәндансақ та дейді ақырғы пайғамбардың сипатынан ешқандай күмәніміз болмайтын еді дейді. Демек, бұл сол кездегі христиан менен яхуди ғалымдарының, оқымыстыларының, діндарларының айтқан сипаттамасы болған болса, жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өте биязы болған, өте кішіпейілі болған. Хазіреті Али айтады ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді, бір қандай да дейді жаманшылықты яки болмаса бір теріс қылықты көрсе дейді, жанынан көрмегенсіп өтіп кететін еді, ол адамды ұятқа қалдырмау үшін дейді. Аз сөйлейтін еді, көп тыңдайтын еді дейді. Орынсыз күлмейтін еді дейді. Күлген кезде тек қана тісі көрінетіндей ғана байқалатын еді дейді. Ахаха ихе деген секілді ондай дауыс шығарып күлетіндей пайғамбарымыздың бойында ондай сипат болмаған еді. Пайғамбарымыз өте жомарт болған еді, өзінің отбасы бала шағасына өте мейірімді еді. Ешкімге кек сақтамайтын және де өте сабырлы болды, кешірімді болды. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адамзаттың жүрегінен орын табатындай сондай ұлы тұлға болды. Хазіреті Анас ибн Малик айтады ғой, мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға 10 жыл қызмет еттім дейді. Сол 10 жылдың ішінде маған бір рет болсын дауыс көтеріп, сен неге мынаны бұлай жасадың, неге бұлай жасамадың деген секілді сөзді айтқан жоқ дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешқандай да кек сақтамайтын, ешкімнің артынан артық сөз айтпайтын, және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кешірімді болды, сабырлы болды. Өзгелердің қандай бір озбырлығы болмасын, қателігі болмасын, олардың көңілін қалтыратындай сөз айтпады. Отбасына келгенде өте жұмсақ болды. Айша анамыз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам отбасына бізге көмек беретін еді дейді. Өзінің киімдерін, жыртылған киімдерін өзі тігетін еді дейді. Яғни біздерге үй шаруашылығында да қол ұшын беретін еді дейді. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды біздер қанша сипаттауға тырыссақ та толыққанды сипаттап жеткізе алмаймыз. Жалпы алған кезде осы мәліметтердің төңірегінде ғана біздер ардақты пайғамбарымыздың сипатын қысқаша ғана айта аламыз. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ұлық тұлға екендігінің үлкен бір айғағы. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам туралы айтқанда, оның ислам дінін тарату жағын көбірек айтамыз да, жігіттік, жастық шағы, исламға дейінгі, мына дін келгенге дейінгі, мына пайғамбарлыққа дейінгі өмірі, ел арасындағы сипаты қандай еді ол кісінің? Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасиетті мынау жазбаларда айтылғандай пайғамбарымыз жетім өмір сүреді. Пайғамбарымыздың балалық шағынан бастайтын болсақ, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам анасының жатырында 6 ай болған кезінде әкесі сапарлатып жүріп, саудамен айналысатын. Сонда сапарлатып жүріп қайтыс болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жарық дүниеге келгенде әкесін де көре алмайды. 6 жасына жеткен кезде Амина анамыз қайтыс болады. Амина анамыз қайтыс болғаннан кейін атасы Абдул-Мутталиб өзінің қамқорлығын алады. Абдул-Мутталиб пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 8 жасына келген кезде қайтыс болады. Сөйтіп пайғамбарымыздың әкесінің ағасы Абу Талибтің қарамағына өтеді. Яғни Абу Талиб пайғамбарымыздың әкесінің туған ағасы. Міне сол Абу Талибтің шаңырағында 25 жасқа дейін өмір сүреді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол кішкентай бала кезінің өзінде 13-14 жас дейміз бе, 12 жас дейміз бе, сондай шақтың өзінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол Абу Талибке қамқорлық жасайды. Бала кезінде пайғамбарымыз сол өзінің көкесінің қойын, қозы лағын бағады. Пайғамбарымыз сол отбасыға, сол шаңыраққа өзінің қол ұшын береді. Яғни қанша оған жасама, бұны өзіміз жасаймыз десе де пайғамбарымыз қоймастан бала кезінде сондай бір жағы қой баққандығын, қозы лақ баққандығын білеміз. Тіптен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам енді 25 жасына шейін сол шаңырақта өмір сүрді. Сол шаңыраққа құт береке Алла тағала берді. Сонда Фатима анамыз айтады, сол Абу Талибтің жұбайы.
пайғамбарымыз дастарханға отырған кезде дейді, менің шеттей бала шағам барлығы тойып тұратын еді дейді. Ал енді пайғамбар келіп дастарханға отырмаса дейді, бала шағам қойған азықты, тағамды дейді, жеп бірақ тоймай тұратын еді. Сол себепті пайғамбар дастарханға отырмай, мен бала шағамды дастарханға отырғызбас едім дейді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жас кезінде сол 25 жасқа дейін сол шаңырақта өмір сүрді, бірақ ешқандай күнә атаулыға Алла тағаланың қамқорында болғаннан кейін ондай күнә атаулыға баратындай, өзгелердің сөзге жаңағыдай тиек ететіндей бір жаман қылықтарын көрген жоқ. Пайғамбарымыз нәрсені жасаған жоқ. Тіптен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол бала кезінде жаңағы 2 бала болып Меккенің сыртында қозылақ бағып жүреді. Сонда қаланың ішіндегі тойды көргісі келеді ғой. Бала ғой, бала болғаннан кейін кім болса да қызықтағысы келеді. Сонда қасындағы бала бірінші тойға барып келеді. Сөйтіп ертесіне тойдағы қызықтың бәрін тамашалап, майын тамызып тұрып айтады. Кезек пайғамбарымызға келеді. Яғни кешкісін қозылақтың қасында әлгі бала қалып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тойды көрмек болып барады. Бірақ жарты жолда Алла тағаланың қалауыменен қатты ұйқы қысады. Содан сол жерде ұйықтап қалады. Көзін ашса таң атады. 2 рет осы жағдай қайталанғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтып тойға бармайтын болады. Бұл дегеніміз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды бала кезінен бастап Алла тағала өзінің қамқорлығында алды. Ешқандай күнә атаулыға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бармады. Алла тағала ондай нәрселерде болашақ пайғамбарларды өз қамқорлығына алатынын білеміз. 25 жасында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол Меккедегі ауқатты болған, дәулетті болған және де саудагер болған Хадижа анамыздың қызметін жасайды. Өйткені Хадижа анамыз саудамен айналысатын, сол керуен басы қылып, саудасын жүргізетін сенімді адам іздейді. Сонда Абу Талиб барып, ұсыныс жасайды, менің жиенім бар, інім бар, сен соны керуен басы қылып көрсейші, өте жақсы жігіт деп. Сонда Хадижа анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды өзінің керуен басы қылып саудаға жібереді. Қанша дегенмен қасына да жаңағы өзінің қызметкерін қояды. Майсара есімді қызметкерін қойып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүріс-тұрысын, оның не істейтін бәрін бақылауды оған тапсырады. Нәтижеде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сауда керуенін өте сәттілікпен атқарады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ешқандай қиянат жасамаған еді. Пайғамбарымыз сол саудасында 2-3 есеп артық пайдасымен алып келіп береді. Міне осылайша Хадижа анамыздың пайғамбарымызға деген ниеті, сезімі өзгеріп, ақырында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Хадижа анамыздың өзі ұсыныс жасап, пайғамбарымыз 25 жасында отбасы құрады. Пайғамбарлық шағы 40 жасында болған болса, сол 40 жасқа дейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда Мекке жұртшылығы ешқандай да бір жаман қылығын, яки болмаса бір теріс қылығын, сөзінде тұрмайтын, яки өтірік айтып немесе жалған сөйлейтіндігіне ешқандай да куә болмаған. Сол үшін пайғамбарымызды Мекке жұртшылығы Мұхаммадул Амин деп атаған, сенімді пайғамбар, сенімді Мұхаммед деп атаған еді. Пайғамбарымыз еш уақытта да жалған сөйлеп көрмеген, өзгелердің іс-әрекетіне қиянат жасап көрмеген. Сондай 40 жасқа шейін Мекке тұрғындарының ішіндегі ең сенімді, ең абыройлы, ең беделді пайғамбарымыз сондай бір азамат болып өскен еді. Жалпы алғанда жастық шағы мал бақты, қой бақты, өзінің көкесіне көмек берді. Жоқшылықты жаңағы көкесі өзі таршылықта өмір сүрсе де пайғамбарымызды таршылықтан тарықтырмады. Барында, нарында пайғамбарымызға жасап отырды. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы жастық шағында өзгелер секілді жаңағы ойын сауықтың соңында, яки болмаса көңіл көтеру саятшылықтың соңында жүрмеді, өте ерекше бір тұлға болып өскен еді пайғамбарымыз. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келмей тұрғанда Меккедегі жағдай қалай еді ол жақта? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келместен алдында, пайғамбарымыз дүниеге келіп пайғамбар болғанға дейін де Мекке дәуірін сол кезеңдерді жахилят дәуір деп атайды. Яғни надандық дәуір дейді. Бұл надандық дәуір деп неге аталады? Ол кезде сол Мекке халқы, сол тұрғындары, сол төңіректің адамдары жалпы мәдениеттен алыстау, сауатсыздықты белең алған, жаңағы қоғамдағы әділетсіздік етек алған, әлсізді күшті езетін, адамдарды құл құсап жұмсайтын әйел затының қоғамда ешқандай да орны болмаған сондай бір кезеңді бастан кешірген еді. Анандай жерге барып дәрет сындырып келіп, қолын жумастан яки болмаса отырған жерге келіп, арғы тамағын жалғастыра беретін сондай бір қылықтарда болған, орын алған еді. Сол үшін ол кезеңді надандық дәуір деп атайтын еді. Ешкімге ешкімнің жаңағыдай
сөзі өте бермейтін, тек қана күштінің ғана сөз етіп, бала шағасы көп адамдар абыройлы болып, дәулетті адамдар басқаларды қор санайтын бір заман еді. Әйел затының ешқандай да рөлі болмай, әйел заты тек қана бала туып беретін бір құрал іспеттеді. Тіпті әйелді алған кезде астындағы атынан яки болмаса түйесінен дәрежесі төмен болды. Сол себепті арабтар сол әйел затының соншалықты дәрежедегі қор болғаны үшін өздерінің қызы болғанын қаламайтын еді. Қызым болса ертең ол да осындай дәрежеге түседі деп намыстанып қыздарын тірідей көміп тастайтын, яки болмаса туылған кезде оларды өлтіріп тастайтын еді. Құранда айтқандай, олар сенің әйелің қыз босанды десе көшеге шыға алмайтындай арланатын дәрежеге жеткен етін. Олардың сондай бір мәдениетінің төмендігі, жалпы пайғамбарымыз 40 жасқа келген кездің өзінде де Меккеде сауаты бар тек қана 17 адам ғана болған. 17 адам ғана оқи алатын, жаза алатын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі оқи алмайтын, жаза алмайтын етін. Яғни үмми деп атайды. Яғни надан емес, үмми деп атайды. Үмми дегеніміз оқу жазудан хабар болмады. Бірақ Алла тағала пайғамбарымызға оқуды да, жазуды да үйретті. Сол себепті пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір сүрген кезеңнің алғашқы уақытысы осы арабтардың ең қараңғы дәуірі болған. Ол жерде ешкім жаңағы оның абыройы болмаса, яки болмаса дәулеті болмаса, адам құрлы көрместен басынуды көп көретін. Сол себепті арабтардың арасында бір әдет болған. Сол күштінің, сол абыройлы адамның қолтығының астына кіруді, паналауды, оған химая деп атайды, яғни пана іздейтін. Егер де сырттан біреу келген болса, ешқандай іздеу сұрауы жоқ болса, оларға көн бермейтін. Сол кезде сол қаланың ішіндегі абыройлы адамның қолтығына кіріп, содан пана тілейтін болған. Сол пананың нәтижесінде ғана қалада еркін жүретін болған. Міне бұл надандық дәуірдің де соңғы шарықтау шегі болды. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болуменен сол надандық дәуірдің тамырына балта шауып, батпақты гүлзарға айналдырған ұлы тұлға еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Енді өзіңізден тағы бір сұрағым келіп отыр. Жалпы Расулуллах намазына қандай еді? Ол бізге нені үйретті, неден тыйылуды үйретті, нені жақсы көруді үйретіп кетті? Сүннетіне біз қалай берік боламыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла тағалаға деген құлшылығы біз оны айтып жеткізуіміз өте қиын. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам құлшылығына өте берік болды. Намаз менің көзімнің қарашығындай болып маған сүйкімді етілді дейді. Қандай қиыншылық болмасын, пайғамбарымыздың науқас жағдайда болсын, сапар жағдайда болсын, қандай жағдайда болмасын, ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Аллаға деген құлшылығын еш уақытта кешіктірмеген, еш уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны қазаға қалдырмаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала бізге парыз етпеген кейбір намаздарды парыз етті. Түнгі намаз пайғамбарымызға парыз етті, тахаджуд намазы. Және де духа намазы пайғамбарымызға парыз болды. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға құрбан айт намазы парыз болды. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға парыз болған бұл ғибадаттарды Алла біздерге сүннет қылды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам намаз оқыған кезде Хазіреті Айша анамыздың бір хадисіне келеді. Бір күні дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам намаз оқып жатыр еді дейді. Содан ұзақ сәждеге кетті дейді. Мен ойладым дейді, пайғамбарымыз жүріп кетті ма? Яғни пайғамбарымыз қимылын ешқандай көрмедім дейді. Содан аяқ қолпенен сипай бастадым дейді. Сөйтсем пайғамбарымыз сәждеде жатыр екен дейді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сондай намаз оқитын дейді. Түнімен намаз оққан кезде дейді, өкшелері, табандары ісіп кететіндей дәрежеде намаз оқитын. Сонда Айша анамыз айтады, мен айтатын едім, Алланың елшісі, сіздің өткен кеткен күнәңіздің бәрі жарылқады, Алла кешірген. Сіз өзіңізді неге осыншалықты дәрежеде жаныңызды қинап намаз оқисыз, құлшылық жасайсыз дегенде пайғамбарымыз айтты дейді. Ей Айша, мен Аллаға шүкір еткен құл болғым келеді дейді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сондай ұзақ намаз оқитын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарымыз айтады, яғни сендер өздеріңді маған ілесуге тырысатын болсаңдар сендерге айтарым дегенде қылған. 3 сахабаға мен белгілі уақытта намаз оқимын, белгілі уақытта отбасыма қараймын, белгілі уақытта ұйықтаймын, белгілі уақыттарда ораза ұстаймын, мен де бала шағама қараймын деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына осындай бір өсиетті қалдырған еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сондай бір қатты қиыншылық кезінде де, ашаршылық кезінде де, яки болмаса сондай бір жаны қысылған кезде де намазын тастамағандығын біз хадистен білеміз. Бірде Біләл Хабаши радиаллаху анху таң намазына келгендігін айтады. Сөйтсем пайғамбарымыз дейді, отырып намаз оқып отыр дейді. Абу Хурайра айтады, отырып намаз оқып отқанын айтады. Біз ойладық дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам науқастанып қалды ма деп қасына барып, Алланың елшісі, отырып намаз оқып отырсыз, науқассыз ба, не болды екен деп
жаңағы көңіл күйін сұрайды ғой. Сонда пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, мен отырып намаз оқуыма себеп болған нәрсе аштықтан әлсіз болып тұрып намаз оқуға шамам келмемеді дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазында, оразасында, құлшылығында, Аллаға деген жаңағы махаббатында ешбір адам жасай алмайтындай сондай бір теңдессіз құлшылықта жасаған ұлы тұлға еді ғой. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірақ бізге ескертті, мен қалай намаз оқысам, солай намаз оқыңдар дейді. Біз шамамыз жеткенше Аллаға құл болуға пайғамбардың сүннетін орындай білуге тырысуымыз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол өнегелі өмірін үлгі еткен үмметі пайғамбарымыздың қалай намаз оқыса, қалай ораза ұстаса, қалай құлшылық жасаса, солай жасауға тырысады. Ол сүннет. Сол сүннетті орындасақ, бізге сауап болады. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірінің соңында былай дейді: мен сендерге екі нәрсені қалдырып барамын. Сол екі нәрседен ұстанып, берік ұстанатын болсаңдар, сендер адаспайсыңдар дейді. Біріншісі дейді, Алланың кітабы Құранды қалдырып барамын. Екіншісі, пайғамбардың сүннетінен қалдырып барамын дейді. Осы екеуінен берік ұстасаңдар дейді, сендер адаспайсыңдар дейді. Сондықтан да мұсылман баласы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін дұрыс орындау керек. Мейлінше көңіл бөліп, шын ықыласпенен атқара білу керек. Сонда бұл оның шынайы мұсылман болуына үлкен бір даңғыл жол болатындығын ұмытпауы тиіс. Енді біз Мәуліт айында отырмыз. Бұл айда жалпы пайғамбарымызға деген біз не істейміз, қалай өткіземіз бұл айды? Біз қазір енді Рабиул Аувал Мәуліт айындамыз. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның туылған күні осы біздің күнтізбемен есептеген кезде 20 сәуірге келгенмен біз ай күнтізбесіменен Рабиул Аувал айының 12-ші жұлдызы деп есептесек, осы биылғы жылы 8-ші қарашадан 9-ші қарашаға қараған түн пайғамбарымыздың дүниеге келген күні. Міне сол осы айда біздер Рабиул Аувал айында пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өнегелі өмірін, өсиеттерін өскелең ұрпаққа насихаттауымыз керек. Пайғамбарымыздың жасаған құлшылықтарын, пайғамбарымыздың жасаған амалдарын, біздерге айтқан өсиеттерін жамағатқа, көпшілікке, жас ұрпаққа, жастарға соны өсиет ретінде, пайғамбардың сүннеті ретінде көбірек жеткізсек, осы айда бұл біз үшін үлкен бір сауап болмақ. Екіншіден, өзге айда болғандай, өзге уақытта болғандай, бірақ бұл айда сәл жаңағы біздің құлшылығымыз, нәпіл құлшылықтарымыз көбірек болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға біз салауатты көбірек айтсақ, біз үшін сауап болады. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: кім маған бір салауат айтса, Алла тағала оған 10 салауат айтады, және де оның күнәсін кешіреді дейді. Сондықтан да салауат айтуымыз керек пайғамбарымызға. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайды: "Е Алланың елшісі, біз сізге қалай салауат айтамыз?" дейді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біздің күнделікті намазымызда айтып жүрген Аллахумма салли аля, Аллахумма барик аля дейтін дұғаларымыз бар ғой. Сол салауат дұғаларын үйреткен еді. Сол себепті біз осыларды күнделікті біздер салауат ретінде пайғамбарымызға айтып отыруымыз керек. Сонымен қатар ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға құрмет ретінде біздер пайғамбарымыздың аты аталған кезде саллаллаху алейхи вассалам деп айтуымыз керек. Сендерге мынау сараң адамның кім екендігін айтайын ба деген хадис бар. Иә деген кезде, менің атым аталған кезде салауат айтпаған адам деген екен. Сондықтан да біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өнегелі өмірін насихаттайық, және де пайғамбарымызға көбірек салауат айтайық. Бұл Мәуліт айындағы біздің атқаратын ең үлкен бір ісіміздің, амалымыздың бірі десек артық болмас. Иншаллах. Міне, қадірменді көрермен, бүгінгі қаншама сауалымыз хабарымызға сыймай қалды. Мұның өзі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ғұмыры да, ғибраты да таусылмайтынын осыдан-ақ аңғарамыз. Студия қонағы болған белгілі ұстаз Смайыл Сейтбек, өзіңізге Алла разы болсын, келіп міне керемет уағызыңызды, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірін көрерменге барынша жеткізуге тырыстыңыз. Міне, қадірменді көрермен, бүгінгі иман шуағы осымен тәмам. Амандықта жүрсейік.